Сәлем достар, сіздермен Салтанат. Сіздерге бүгін чебуректердің қамыры сумен ұннан ғана тұратын ең оңай түрін ұсынамын. Көріп отырғандарыңыздай чебуректер өте қытырлақ, сочный болып шығады. Рецепт бойынша жасап көріңіздер, міндетті түрде сіздерде де осындай болып шығады. Ал кеттік, видеоның соңына дейін қараңыздар. 500 грамм ұнды түйіршіктерін қалдырмай електен өткізіп аламыз. Және 1 шай қасық тұз саламыз. 60 грамм сұйық май құямыз. Зәйтүн майы болса да, пісте майы болса да болады. Және қайнап тұрған су. Міндетті түрде қайнап тұрған су болу керек, 250 мл көлемінде. Қолдарыңыз күйіп қалмасын, мұқият болыңыздар. Міндетті түрде ағаш немесе силиконды күрекшенің көмегімен араластырамыз. Басында қамыр өте ыстық болып тұрады. Қайнаған су ұнмен біріккен соң, жылыған қалпына келген кезде, қолмен жұмыс істеуге болатын кезде, қолмен иілеп бастаймыз. Бізде өте эластичный қамыр болып шығады. Қамырды салмасы дайын болғанша целлофан пакетпен бетін жауып қоя тұрамыз. Кез келген фарш жарай береді, тұзбен бұрыш салып аламыз, 50 мл көлемінде су аламыз және пияз керек болады. Пиязды мүмкіндігінше майдалап турап алыңыздар. Немесе ет тартқыштан өткізіп алыңыздар. Қамыр жұмыс істеуге өте әдемі қамыр. Қамырды 2 бөлікке және майда бөліктерге бөліп аламыз. Көп ұн себудің қажеті жоқ, осылай жұқа етіп қамырымызды жайып аламыз. Қалған қамырларымыз қаязып қалмау үшін міндетті түрде целлофан пакеттің астында тұрады. Енді фаршымызды жайғастырамыз. Екінші бетін жауып, қолымен мұқият осылай басып шығыңыздар. Өйткені майға піскен кезде ішінен салмасы және суы шығып кетпеу керек. Барлық чебуректерімізді осылай жасап аламыз. Қызыды, енді чебуректерімізді қуырып аламыз. Отты тым жай немесе тым қатты етіп қоймаймыз. Чебуректерді пісіру алдында да міндетті түрде аузын жақсылап тығындап алыңыздар тағы бір рет. Чебуректердің пушистый болып және қытырлақ болып шығуы біздің осы әрекетімізге байланысты. Қамырдың бір беті пісіп жатқан кезде міндетті түрде қасықтың көмегімен екінші бетіне майды құйып отырамыз. Сол кезде қамырларымыздың екі беті де әдемі болып піседі. Сіздерге сәттілік, барлықтарыңызды осылай жасап көріңіздер, балаларыңызды қуантыңыздар. Рецепт сіздерге пайдалы болса, лайк басып, пікір қалдырыңыздар. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі рецепттерімді жіберіп алмау үшін қоңырау белгісін басып қойыңыздар. Қош сау болыңыздар.